Мен жаңа өзендіктерді қолдаймын. Сонда тек жаңа өзендіктерге ғана керек па мына болып жатқан бассыздық, заңсыздық, қымбаттаушылық дегендей? Қай жерге кірмесең де, қандай салада болмасын, бәрі қымбаттап жатыр. Сонда жаңа өзеннің адамдары ғана тағы да қырылу керек па бірдеңе өзгеру үшін? Сонда басқа адамдарға еш нәрсе керек жоқ. Астананың адамдары барлығын проглатываем да. Мына байлар байып, шалқып кетіп бара жатыр. Олардың да өздерінің жабатын проблемалары бар. Сол проблеманы жабу үшін қарапайым халықты қанау керек болып тұр. Бұл халық 5, 10, 20, 30, 100, 200 теңгеге үндемейді деп отырған болар. Сонда жаңа өзеннің қазағы ғана бүкіл қазақты ойлау керек па? Не болды, қайда бара жатырмыз? Осындай үнсіздікте отыра береміз бе?